Сәлем достар, кеше ғана біз мына банкроттық туралы жеке азаматтың банктен немесе коллектордан, микрокредиттік ұйымдардан алған несиесін қалай жабу туралы, яғни үкіметтің оған кешірім беру туралы пост жариялаған болатынмын. Оны менің жеке парақшамда көресіздер. Бүгін сол туралы қысқаша ғана видео түсіріп сіздерге оны баяндап бергім келеді. Яғни сіздің несиеңіз банк алдындағы микрокредиттік ұйым немесе коллектор алдындағы 5 миллион 520 теңгеден аспаса, соңғы 12 айдың ішінде сіз несиені өтемесеңіз, яғни төлем жасамасаңыз, сіздің ортақ мүлкіңіз жолдасыңызбен немесе жеке басыңызда мүлік болмаса, осы құжаттарды жинау арқылы, яғни сот шешімі болсын, коллектордың хаты, банктың арыздары болсын, солардың бәрін жинап, сіз тиісті органға хат жолдап, өзіңізді банкрот деп тануға мүмкіндігіңіз бар. Яғни сіз соңға барып арыз жазуға болады, ЭЦП арқылы үйден де жолдай аласыз, салық басқармасына арыз жазылады, немесе енді осылардың бәрін сіз өзіңіз жасай алмасаңыз, жеке заңгерге немесе бізге әділдік жолына келіп, тиісті арызыңызды, құжаттарын жинап жолдай аласыз. Салық басқармасы сіздің арыздарыңыздың барлығын тексеріп, сұратып, содан кейін 6 айдың ішінде сізге қатысты шешім шығарады. Бірақ оның салдарлары да бар. Яғни 6 айдан кейін сізді банкрот деп танығаннан кейін сізге тиісті банктер кредит бермейді және сіздің атыңыздан кепіл алмайды. Осылардың барлығын сіз менің жеке парақшамдағы, қазір астында біз сілтемені қалдырамыз, содан толық ақпаратты оқып қарап шығуыңызға болады.